Сондай-ақ айымғы адамлар шам арқалы да уақытты анықлаған. Бұл қалайынша дейтұғын болсаңыз, негізінен шамның ұзынлығы арқалы белгіленген. Бұл айымғы Қытайда, әсіресе Тан династиясы дәуірінде кең тарқалған. Бұл апуайы бірақ нәтижелі система еді, яғни ол үшін арнаулы һәм ұзын шамлар белгіленген болып, олардың жану тезлігі тұрақлылықты тәминлеген. Әр бір шам денесінде уақыт аралығын білдіруші арнаулы сызықлар һәм белгілер сызылған. Шам жанып барар екен, әр бір сызықтың жоғалуы арқалы қанша уақыт кеткенін анықлау мүмкін болған. Гейп араларында болса металл шарлар жайластырылған болып, олар белгіленген орынға жеткеннен кейін төменге түсер һәм дауыс арқалы уақыт өтуін білдірер еді. Шам сағатлары апуайлығы, әр қандай ауа райында ісілеуі һәм түнде де пайдалану мүмкіншілігі менен айымғы дәуірлер үшін идеал шешім болған. Олар сарайлар, монастырлар һәм әскери резиденцияларда кең қолданылған.